Қайырлы күн достар. Бүгін еңбек кезетке жұмысшы тіркейміз. Еңбек HR дегенмен кірсек те болады, еңбек кезетке егов порталы арқылы кірсек те болады. Қазір 2025 жылы 29 сентябрьден бастап SMS баратын болған. Сол SMS-ке жауап беріп кіруге болады. YT бастырмасын басып кірдік. Мен еңбек HR мен кірдім дәл қазір. Одан кейін мой профильге кірдім. Профильге басса менің ипім тіркеулі тұр. Яғни менің ипім еңбек кезетке тіркелген. Енді ал тіркелмегендер осы жерге тіркесеңіздер болады. Одан кейін договорға кіріп работниктерді енгіземіз. Ол үшін жұмысшыны ипіға тіркеу үшін договорға кіреміз. Қазір база қатып қалды. Договорға кіреміз. Зарегистрированный трудовой договор дегенді басамыз. Мысалға, бұл жерде, бұл ипіда уже бір жұмысшы тіркелген. Ал енді екінші жұмысшыны тіркеу үшін зарегистрировать трудовой договорды басып, өзіміздің бірінші ипімізді таңдаймыз. Одан кейін работниктің инін жазамыз. Работниктің инін жазған кезде өзі автоматым шығады. Арғарай таңдайсыз. Нормальный күн, толық істейтін күн, толық емес істейтін күн, СММщиктер алатындарыңыз бар, қысқа уақытқа алатындарыңыз бар, кім болып жұмыс аласыздар. Трудовой договорға кірсеңіз, толтырылмаған жерлердің барлығы қызыл болып тұрады. Сол қызыл звездочканың барлығын дұрыс толтырып шықсаңыз, работник дұрыс тіркеледі. Мына жерде мен өзімнің жұмысшыларымды дәл қазір тіркеп жатырмын. Полный день, не полный день. Жалпы трудовой договорды ашатын болсаңыз, соның ішінде жаңағы зарегистрированный трудовой договор дегенді бассаңыз, сол жерде барлығы шығады. Мына жерде мен қай күннен бастап. Мысалға, мен январь 2024-тен бастап тіркеп жатырмын. 1 январдан бастап. Приступит работу, яғни жұмысқа кірісті, дата начала работа. Бірін таңдаймын. Должность деген бар. Мысалға, мен водитель таңдаймын. Қазір басқаларыңыз мысалға фармацевт таңдауыңыз мүмкін. Тағы да сол сияқты таңдауларыңызды таңдап, барлығын трудовой договорды толтырып шығасыз. Адреске келетін болсақ, адресте өзіңіздің адресіңізді, ипінің мекен жайын жазасыз. Ал егер онлайн болатын болса, СММщик болатын болса, работник қай жерде тіркелді, место прописка, соны енгізетін боласыз. Должностьті енгізіп шықтым. Место работы деген жерге, мысалға, ол основной жұмыс жасауы мүмкін, немесе внутренний совместительство мен жасауы мүмкін. Внутренний совместительство деген ол екінші жұмыс ретінде осы жерге тіркелуі мүмкін. Сол кезде сіз основной таңдайсыз ба, внутреннийді таңдайсыз ба, жұмысшыңызға қарай таңдап осы жерге енгізесіз. Дистанционный работа бар. Барлығын ашып көріп, ерінбей толық дұрыс енгізесіз. Адресті жазасыз.
барлығын енгізіп болғаннан кейін дәл осы жерде подписать бастырмасын басасыз. Егер қате болатын болса, подписка батырмасы басылмай қалады. Ақпарат пайдалы болса лайк басып қолдап кетіңіз.